Сіз жантақтың емдік қасиеті бар екенін білесіз бе? Жантақ – бұршақ тұқымдасының туысы. Оны бұталы немесе көп жылдық шөптесін өсімдіктер қатарына жатқызуға болады. Жантақ шөл және шөлейт далаларда өмір сүретін жануарлардың азығы болып саналады. Бұл өсімдік тек малға ғана азық емес, оның адамды дертінен айықтыратын емдік қасиеті де бар. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозидтер, флавоноид, сапонин заттары, қант, суда еритін органикалық заттар, С және К дәрумендері, бояғыш заттар және шайыр кездеседі. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа, тас байлағанда пайдаланады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндерін, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Жантақтың жаңа гүлдеген кезінде гүлін жинап, суға қайнатып, асқазан ішек ауруларына қарсы ішеді. Жантақтың тамырын да суға қайнатып, тізе, буын ауруларына, жүрек соғысы нашарлағанда және тамақ ауруларына да ем ретінде пайдаланылады. Жантақ дәрумендерге өте бай өсімдік. Сондықтан одан емдік қасиеті бар тұнба дайындауға болады. Мысалы, 20 грамм тамыр үгіндісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 30 минут бұқтырып, сүзіп, ас алдында әр жолы 3 ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Оны бүйректе тас тұқым байланса, жүрек қызметінің нашарлауынан денеге ісік шықса, ас алдында 1 ас қасықтан ішеді. Одан бөлек жантақ қайнатпасы ангина, экземаларды, әйел адамдардың спецификалық ауруларына қарсы асқазан язбасына қолданылады. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа, тас байлағанда пайдаланылады. Сондай-ақ, жантақтың суыққа қарсы, ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар екен. Алайда жантақтың пайдасы болғанымен зияны да жоқ емес. Сондықтан оны қолданар алдында дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бұл видео сізге ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздің басқан лайкыңыз біздің каналдың дамуына көмектеседі. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.